Алла тағаланың мұсылман құлдарына қасиетті етіп берген бірнеше күндері мен айлары бар. Қасиетті айлардың бірі әрі бірегейі ол Рамазан айы. Рамазан айының ерекшелігі сол, мүміндер бұл кезде бір ай бойы ораза ұстайды. Рамазан мейірімділіктің, қайырымдылықтың, сабырлықтың, кешірімділіктің, тақуалықтың және нәпсіні тәрбиелеу, өз-өзіңе есеп беру айы. Осымен қатар Рамазан Құран айы тақуалық пен тәрбие айы ретінде байыпталады. Егер арнаға тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып каналымыздың дамуына үлес қосыңыздар. Рамазан айлардың сұлтаны. Пайғамбарымыз бір сөзінде, кім Рамазан айының оразасын шын иман және ықыласпен ұстаса, оның бұрын істеген күнәлары кешіріледі деген. Сондай-ақ Алла елшісі тағы бір хадисінде, Рамазанның басы рахмет, ортасы кешірім, соңы тозақ отынан құтылу деген екен. Қараңызшы, шынайы сеніммен бір ай ораза ұстасаңыз болғаны, әлемдердің Раббысы сіздің барлық күнәларыңызды кешіруге дайын. Бұл тек Мұхаммед үмметіне берілген асыл сый. Рамазан араб сөзі түбірі рамзау, өте ыстық деген мағынаны білдіреді. Ғұламалар мұны Рамазан айында ораза ұстаған пенденің бойына біткен кішігірім күнә кемшіліктері күйіп кетеді деп түсінді. Пайғамбарымыз ораза туралы өз хадистерінің бірінде, кім Рамазан оразасын иман және сауап үмітімен ұстаса, оның өткен күнәлары кешіріледі дейді. Сондықтан Рамазан айы күнәлар кешірілетін ай деп айтуымызға толық негіз бар. Негізі, ораза ұстаудың рухани һәм денсаулыққа пайдалары өте көп. Рухани пайдаларының бірі адам баласын сабырлыққа, төзімділікке тәрбиелейді. Өйткені пенде күнін Алла тағалаға иман еткен күйде аштық пен шөіркеумен өткізеді. Пенде адамның ашуын тудыратын қандай да бір келеңсіз жайттарға тап болса, мен оразамын деп сабырға келеді. Жалпы мұсылман қоғамында осы Рамазан айында қылмыс азаятыны белгілі. Өйткені Алланың мұсылман пенделері өзін және өзгелерді жақсылыққа шақырып, жамандықтан тыяды. Пайғамбарымыз тағы бір хадисінде, ораза ұстаушының екі үлкен қуанышы бар. Ауыз ашқанына қуанады және Раббысымен қауышқанда ораза ұстағанына қуанады деген. Рамазан жаратқанның мұсылманына жасаған ұлы тартуы. Рамазан айлардың ең қайырлысы, уақыттың ең қасиеттісі де киелісі. Рамазан ақ пен қараны ажыратып, тура жолды көрсетуші Құран атты ұлық пәрмен жерге түсе бастаған мүбәрак ай. Рамазан құлдың шын ықыласпен тәубаға келіп, ұлы жаратушысына қайта бет бұру заманы. Рамазан хақ тағаланың мейірім шарапаты ерекше асып тасатын айрықша ай. Ораза бұл қалқан. Пенде ораза ұстаумен тозаққа қалқан қояды. Осы хадистегі қалқан біздің сабыр шыдамымыз болып табылады. Пайғамбарымыз тағы бір хадисінде, ораза сабырдың, сабыр болса иманның жартысы деген. Демек, ораза иманнан туындайды. Иман тозақтан сақтайды. Таң намазы алдында сәресі ішуге тұрған адам уақыт пен ризық несібенің берекесіне бөленеді. Пайғамбарымыз таңғы уақытта береке бар екенін өсиет еткен. Халық даналығында айтылатын ерте тұрған еркектің ырысы артық, ерте тұрған әйелдің бір ісі артық деген тағылымды тұжырым осыдан қалса керек. Демек, таң ризық, несібе мен берекеге бөленетін сәт. Сәресін ішіңдер. Расында, сәресінде береке бар деген хадистің мәні осында. Осы игіліктен құр қалмау үшін 30 күн ауыз бекітіп, жаратушының рахымынан үміт етіп, мүбәрак айдың ризығына кенелетін кезде ораза ұстайық. Алла тағала ұстаған оразамызды, берген садақамызды, қасиетті айда жасаған әрбір қайырлы істеріміздің сауабын еселеп жазғай.